білімсіздер, сендердей студенттердің барына мен ұялам. Осы сабақтан кейін менің қосымшама келіңдер. Ары кетсе 1000 теңге, сол 1000 теңге қалқаларының үстінде қалып жатыр. Апай, қымбат қой 1000 теңге. Қандай қымбат? Ар жаққа барып көрбейсің теңге, конспект жазына кетіп қалады дейсіз. Шо, мен болсам білім бар, ақшаға құлақ тұрған жоқпын. Просто сендердің білімдерді ойлап тұрмын. Ей, білімді болып шықса екен деп ойлаймын ғой мен сені. Мақтанып тұр деп ойламаңдар, менің Қуат деген үлкен ұлым бар. 9 тілді біледі. Сенесіңдер ме? Тау білімді. Ол Пекинге, Парижге, Лондонға барып оқып қайтты. 9 тілді біледі. Ту, апай, сонда қандай тілді білмейді? Қазақшаны білмейді. Зачем қазақша? Алдында 5000 долларға маған шуба салып жіберіп мақтанғаным емес просто. Студенттер, вообще ұяттарың жоқ екен. Бір емес 3 мұғалім тұр ғой. Қыздар, барлық жақсы көресің, сендердің барлығын менде көп қалар екен. Хб бар ғой, еще мынандай туфлилар бар. 5000 теңгеден айғайлап кеткенсің. Еще маскалар бар, монгольский, ана ес, аян Ташкент бол. Дәурен, сен осы группаның старшысысың. Сенің көңіліңе қарап осындай нәрсе естен деп тұрмын мен. Конкретно кімге стипендия керек, солардың спискін жаз. 15 адамға 1000 теңгеден 22,5 теңге болады. Көзім жұмып тас қойып беремін бағалар. И все. Бір тиын суда, бір тиын туда болмас. Сосын Дәурен, менің 2 басым жоқ, 1 басым бар. Ертең некандар естіп, сотталып кетпейін, абайла. Өз-өзіңді көрсететін уақытым келді. Мұнанша халықтың көзінше әкеңнің абыройын асқақтат. Қырын ойын қандай? Жұмыс! Давай! Ей, қандай патсотка, таза жеңілдің, оңбаға түрегел. Өлдің ғой сен, өлген жоқпын не? Мен сені тақ деп бірінші аттадым ғой. Өтіп кетті ғой, сен өлдің тақ деп мен сені аттадым не? Я постоянно сен қойшы ойнамай. Сосын, енді клубта отырып қой бәріміз. Шанхайдың жігіттері, жаңа ауыл бар ғой бәріміз. Bir кезде анау аза бар емес па, Борис? Не болды дейді ғой, жақниясына кигі жерді ұйықтап қалып саған жоқ дедім. Біздер бар ауылда тоқсаш болып жүрген кезде бар ғой. Тақ-тоқ, сақ-тоқ деген дыбыстар шықпайды ғой. Чисто. Қой болды. Болды, ауылға қонақ жігіттер келіп қалды, бір сыйлай жүрмейді па? Мына жақта азан братан қойып отыр. Жұдыртпаймыз ба? Жұдыртамыз, болмай жақта жұдыртамыз. Сендер күтіп көрейік. Кет. Азан, братишка. Қалай жағдай бар? 2 жол айда, 3 жол. Ауырмен, жүрмаймыз ба? Ішке кірсіңіз бір адам 92-лер бар ма? Бар ғой. Онда қой. Сен список жазбашы. Бізге салат, малат, бауырсақ, манты, сосын соқ боқ алып кеш. Соғын алып жеген бір адам боқ жоқ алып ішті. Бар алып кеш. Тойхананың артында боламыз. Қазір толтыр, тамақ алып шығасыз, бәріміз жеп аламыз ғой. Аза шықты ғой. Молодец, қазір тұратың да жігіттер. Шашың қара, көздеріңде қап-қара, күлімсіреп. Жігіттер, тамақ қалай болыпты, тамақтан алып отыр. Рахмет қыздар, тамақтарың өте дәмді болыпты. Сен бас деген? Ой, молодец. Қыздармен тұрған брат, натуры жақсы. Қайт, кайф. Ойлашы, үйім тап-таза, тамағың істеулі, бір-бірімен ұрыспай. Бізде немене? Бір-бірімен қырылысады, тамақ сен істе, мен істе, ойлар. Сендер рахат, сен мысалы атыш уақыт, сен қол жуасың, сен тамақ істесің. Кайф қой, рахат, айтшы. Қыздар, бізді осылайынан сыйлап біз үшін тамақ істеп жатқандарыңа сендерге Алла разы болсын, бар ғой, сендерге қуанып тұрмын мен, бар ғой. Енді осы абыроймен тұрып кетіп қалайық. Рахмет сіздерге көп-көп. Ақа, давайте. Давайте, жігіттер, келіп тұрыңдар. Қыздар үйге жігіт шақырмаймыз дегеніміз қаяқта? Бүгін кім жинайды мына жерде? Мен таңертең ғана түс жуған. Не азанда жуған 2 тісіңнің несін тұрсың? Есің что мен тамақ істегем, Ақсәуле сен жуасың бүгін. Аманшылық па не, неге мен жуам? Үйдің кішкентайы деп басына бересіңдер ма не? Істеген тамағыңды жігітіңе істеген шығарсың. Айналайын, шаруам жоқ, өздерің жинаңдар. Жинамасында жинамай қойыңдар, маған да бәрібір. Сендер жинамасыңдар, мен де жинамаймын.
көшеде ән саламын, сен үйде неге шықпайсың? Айтудан шаршамадым, сен мені неге ұқпайсың? Көңілді күймен әніме саламын, бәрібір үйден шығарып аламын жаным. Лаулайсың, жүректі жаулайсың, жалыныңа күйіп қалдым. Баурайсың, анамнан аумайсың, әкем ұқсап сүйіп қалдым.